Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін мен тағы жұмыстамын. Кеше бізде среда болды. Среда бізде уборщица апай жоқ. Сондықтан біз қазір мен по сути өзім среда күні болғанда негізі артымды жинаймын ше. Почему жизнь так несправедлива? Просто бірінші адам келген кезде, конечно, первое впечатление дей ма, сондай важный ғой. Негізі, қалай ойлайсыздар? Бассейнге келген кезде жан-жағың таза, уютный болса қалғың келеді. А если такой будет срач, то никто не захочет оставаться же. Я верно говорю, скажу деп болған. Жинаймыз енді бұның бәрін. Ура, осыған мен дейтін құдайдан сұрап келе жатыр едім. Мынау полный болса екен деп, айтпаса адам болмай қалса өзің көтересің ба, реально? Айбай, шушып кеттім. Мусорканы ладно, сала саламыз енді. Ну вот, теперь совсем другой вид, да? Паласта ештеңе жоқ, жастықтар орында. Керемет. Сосын мына жақта вытяжка деген нәрсені қосамыз. Ауаны не істеу үшін? Қалай еді? Тазарту үшін. Тартып алады ана ыстық ауаны. Кажется. Бұл сосын салқынмен бермейді, негізі жылы бұл жақта. Так, потом мама не жатсам. Мынау жақта не? Дәл жолда жатыр ғой еще. Так, потом мынандай жерлерге кіреміз, раздевалкалерге. Ну, бұл жақта шүкір бәрі жақсы екен. Өте қуаныштымын, бәрі жақсы сияқты. Бірақ мен енді өзімді идеальный деп айтырайын, кейде мен де артымды шашып кететін шығармын. Поэтому ладно. Қоя салайық. Мына жақта енді мусорка бар екен зат, но олар болмаса. Мынаны қазір ұстап жүреміз. Тапочки. Кто-то тапочки забыл, что ли? Шкафтар бір-бір тексеріп шығарамыз, просто. Не бар екен ішінде деп. Айналар енді. Қолдыңыз. Сүртіп алармыз, окей. Мынандай кейде мен де қалдырып кетемін. Ничего страшного, бұны просто швабрамен сүртіп жүреді. Кіреберіс все-таки таза болған жақсы негізі. Фен қосылып қалып кетті. Бұл негізі қалай екен? Опасно, не опасно фен қосылып қалса. Не опасно сияқты, да? Бірақ маған всегда өшіп кететін ол негізі. Бассейн жақта жатырмыз. Бір жаман жер болса ғой енді. Мына көлді қара. Потому что неге екен дала аяз болып, мына іш жылы, сосын ау деп. Дала жылы болса бүйтіп көп жиналмайды негізі. Мама, мынаны енді қазір бір тазиге келіп түсіріп аласың ғой. Ничего страшного. Көрініп тұр ғой, буланып тұр. Қазір бірақ мына вытяжканы қосып қойдым, бұйырса терезелердің бәрі ап-анық болып шығады. Все, болды вроде. Обход болды, енді қазір жинайтын жерлерді жинап, баланың келуін күтеміз. Мен сағат дейтін 7-ден 2-ге кетіп жатыр, я. Мен жаңа 6:55-те уақыт оразада отқан 5 минут бітті, аузымда шырым. Қасқа жұмыстар ақсы көрім, осы уақыт өтіп кетеді, үйде өтіп болмайды ғой. Вообще, аузымда шам дегенше кәдімгідей біраз уақыт өтеді, аяқты тез өтіп кетті, даже я не заметила. Құдай сақтасын, даже жарты сағат кешігіп ашты болды менде. Да, ондай да болады. Пока балалар бар, пока жұмыс істеп жатырмық. Қазір 1 сағаттың шамасында бітеді. Ал мен уже үйдемін, жұмыс бітті. Келатқан кезде түсіруге болатын еді, дала аяз екен, бірақ сосын телефонымды шығара алмадым вообще. Солай, бүгінгі күніміз осылай өтті. Бұйырса тағы түсіруге тырысамыз еді, бірақ күнделіксі, күнде болатын нәрсе негізі бір нәрсе, бірақ енді жаймен деп бір привычкіден қосып отырамын, мысалы корейский оқитын шығармын, может. Тағы қандай бір жаңа нәрсеге үйрену керек негізі ше. Жүре берсең уақыт өте береді. Сондықтан сіздерге де дисциплина, мотивацияны тілеймін. Маған тілеп қойыңыздар. Мен де күнделіксін күнде видео салайын, қызық етіп салайын. Жақсы, ертеңге дейін кездескенше сау болыңыздар.